Қайырлы күн баршаға, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздерге корндоктың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді шығады. Ең алдымен бір жұмыртқамызбен 2 ас қасық қантымызды, тұзымызды салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Бұның үстіне сүтімізді құямыз, тағы да араластырып аламыз барлығын, және де електен өткізілген ұнымызбен қопсытқышымызды салып, құймақ тәріздес болғанша, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді біз сосискаларымызды алып, дәл осылай барлығын 2 бөлікке бөліп шығамыз барлығын. Барлығын бөліп алған соң бізге шпажка таяқтары керек болады. Дәл осылай видеодағыдай үшкір жағын кіргізіп, дәл осылай барлығын жасап аласыздар. Барлығын тығып болғаннан кейін тестамызға батырып, қызып тұрған тапада 2 жағын аунатып, әдемі қылып қызарғанша қуырып аламыз. Өте керемет шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Міне біздің корндогымыз дайын. Сіздермен болған Әйгерім. Қош сау болыңыздар.